Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан тез дайындалатын восточный пирогтың рецебімен бөлісемін. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір ыдысқа майды, қантты, жұмыртқаны салып, үшеуін араластырып аламыз. Осының үстінен мен алдын ала ұнға разрыхитель салып, алдын ала дайындап алдым. Осыны аз-аздан осылай бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық керек заттарды мөлшерімен описание бөліміне қалдырамын. Сол жақтан көре аласыздар. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Бұны начинкасын дайындағанша қойып қоя тұрамыз холодильникке. Начинкасына мен мейізді осылай орталарынан бөліп турап алдым. Одан кейін грек жаңғақтарын, оны да осылай орталарынан бөліп, шамалап, майдалап, ыдысымызға саламыз. Енді осы грек жаңғақ мен мейізіміздің үстінен бір банка сгущенкамызды құямыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды алып екіге бөлеміз. Біріншісін осылай төменгі жағына, екіншісімен жан жағына бортик дайындаймыз. Осы корзинамыздың үстіне начинкамызды салып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Формадан суығаннан кейін барып шешеміз. Бұл пирог өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнап жатса лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет сіздерге.